10-шы практикалық сабақ Қазтуған жырау. Жоспары: өмірбаяны, шығармашылығы, мадақ жыры, алаңда алаң жұрт және қорытынды. Өмірбаяны: Қазтуған Сүйіншұлы 17-ші ғасырда өмір сүрген ноғайлық мырза. Батыр, халық арасында қарға бойлы Қазтуған атанып кеткен. Айтулы жорық жырауы. Қазтуған жырау ноғайдың Едисан ордасы билеушісі Сүйініш мырзаның ұлы. Сүйініш мырзаның Қазтуғаннан басқа Азамат және Әдіжі атты тағы 2 ұлы болған. Оның арғы ата-бабалары Ноғай ордасының билеушілері еді. Әкесі Сүйініш Абдоллаұлы Еділ бойында өмір сүрген. Кейін Қобан жаққа өтіп кеткен. 17-ші ғасырдың екінші жартысында жазылған орыс деректерінде Сүйініш мырзаның аты жиі аталған. Ресей мемлекеттік архивінің және көне актілердің жөніндегі бөлімінің Ноғай істері қорында Сүйініш мырзаның және Ноғай ұлысының 1960 жылдарға дейінгі деректері сақталған. Қазтуғанның шежіресі былайша тарқатылады: Едіге би, Нұрадин, Уақас, Мұса, Ысмайыл би, Дінбай би, Тінекей, Абдолла, Сүйініш және Қазтуған. Шығармашылығы: Қазтуған жырау жорық жыршысы және халық эпосын жазушыларының бірі. Артында әскери рухты, туған жерін, халық өмірі мен тұрмысын суреттейтін көптеген өлеңдерден тұратын шығармашылық мол мұра қалдырған болатын. Олардың көпшілігі сақталмаған. Дегенмен бізге жеткен жекелеген туындылары оның әдебиеті мен тарихы төрінен орын алуға лайықты екенін айғақтайды. Оның поэзиясы жауынгерлердің көшпелі өмірін, көзқарасын суреттейді және олардың тұрмысының айналадағы құлантаза табиғат туралы ойларын бейнелейді. Қазтуған жыраудың мадақ жыры, туған жермен қоштасу сынды туындыларын ежелгі қазақ поэзиясының таңдаулы үлгілеріне жатқызуға болады. Ақынның халық жыраулары арқылы жеткен бірқатар толғаулары Березиннің түрік хрестоматиясында, Ғабдолла Мұштақтың 1913 жылы шыққан шайыр яки қазақ ақындарының басты жырлар жинағында және де Мағауиннің алдаспан кітабында жарияланады. Мадақ жыры: Қазтуған мадағы жыры немесе бодырайған екі шекелі деп аталатын толғауында өзін таныстырады. Өзіне арналған мадақ жырының жолдарынан Қазтуған жорықшы жауынгер жырау болғаны аңғарылады. Бодырайған екі шекелі, мұздай үлкен көбелі, қары ұнымы сұлтандайын жүрісті, адырнасы шайы жібек оққа кірісті. Айдаса қойдың көсемі, сыйласы сөйлесе қызыл тілдің шешені, ұстаса қашағанның ұзын құйрығы, қалайлаған қасты ортаның сырығы. Билер атты би соңы, би ұлының кенжесі, буыршынның бұта шайнар азуы, итайықтың көл жайқаған жалғызы. Бұлт болған айды ашқан, мұнар болған күнді ашқан, мұсылман мен кәпірдің арасын өтіп бұзып дінді ашқан Сүйінші ұлы Қазтуған. Алаңда алаң жұрт: Қазтуған жырларында шоқтығы биік шығарма оның жермен қоштасу жыры. Алаңда алаң жұртта Қазтуған жырау халқының туған мекен еділін тастап шу бойында алғаш хандық құрып қоныс тебуі, тәуелсіз ел болу кезеңін меңзейді. Бұл қоштасу өлеңі 15-ші ғасырдың екінші жартысында өз қарамағындағы руларды бастап, еділден еріксіз ауып, қазақ мемлекеттік құрамына өткеннен сыр шертеді. Қорытынды: Қазтуған жырау жорық жыршысы және халық эпосын жазушылардың бірі. Артында қазақтардың әскери рухын, туған жерін, халық өмірі мен тұрмысын суреттейтін көптеген өлеңдерден тұратын шығармашылық мол мұра қалдырды. Олардың көпшілігі сақталмаған. Дегенмен бізге жеткен жекелеген туындылары оның әдебиет тарихы төрінен орын алуға лайықты екенін айғақтайды. Ендігі кезек сұрақ-жауап ойыны. Бірінші сұрақ: Қазтуған жырау қай халықтың әдебиеті мен тарихындағы маңызды орын алған болатын? Екінші сұрақ: Қазтуған жыраудың жырлары негізінен қандай тақырыптарды қамтиды? Үшінші сұрақ: Қазтуған жырау өмірінің соңында қайда қоныс аударған? Төртінші сұрақ: Қазтуған жыраудың шығармалары бізге қалай жеткен? Бесінші сұрақ: Қазтуған жыраудың жырларында қандай көңіл күй байқалады? Келесі тапсырма: өзіндік жұмыс. Қазтуған жырау қай ғасырда өмір сүрген? А. 13-ші ғасыр, Б. 14-15 ғасыр, С. 17-ші ғасыр, Д. 19-ші ғасыр. Екінші сұрақ: Қазтуған жырау қандай ру тайпадан шыққан? А. Найман, Б. Арғын, С. Қыпшақ, Д. Ноғай. Қазтуған жыраудың толғауларында қандай негізгі тақырыптар қозғалады? А. Дін мен сопылық ілім,
Б. Сауда мен экономика. С. Жер, ел, ерлік, батырлық. Д. Ғашықтық жырлар. Келесі сұрақ: Қазтуған жырау қай өзеннің бойында дүниеге келген? А. Сырдария. Б. Жайық. С. Ертіс. Д. Іле. Қазтуған жыраудың шығармашылығының негізгі ерекшелігі неде? А. Лирикалық махаббат жырлары. Б. Мемлекеттік басқару туралы ойлар. С. Табиғат, туған жерге деген сүйіспеншілік және батырлық рух. Д. Ғылыми еңбектер. Келесі сұрақ: Қазтуған жырау шығармалары бізге қалай жетті? А. Қолжазбалар арқылы. Б. Ауызша дәстүр арқылы. С. Археологиялық қазбалардан. Д. Шетелдік дерек көздерден. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.